Дәрігерлер түнде аяқ мұздауының күтпеген себебін атады. Түнде бөлме жылы, көрпе ішінде жатсақ та аяқ жылымайтын кездер болады. Кейбіреулер өзін жылы және жайлы сезіну үшін жүннен жасалған шұлықпен ұйықтауға мәжбүр болады. Америкалық дәрігерлер мұның неліктен осылай болуы мүмкін екенін түсіндірді. Бұл жағымсыз симптомның ең көп тараған себептерінің бірі B12 витаминінің тапшылығы. Өйткені бұл жүйке жүйесінің дұрыс жұмыс істеуі үшін қажетті маңызды қоректік зат. Оның тапшылығы жүйке жүйесін қорғайтын миелин қабығын зақымдауы мүмкін. Бұл әсіресе түнде білінеді. Себебі ұйықтар кезде дене температурасы аздап төмендейді. Түнде температура төмендеген сайын жүйке жетіспеушілікке тез жауап береді. Аяқ мұздай бастайды. Ұйқы кезінде жүрек соғу жиілігі бәсеңдейді, қан айналымы азаяды. B12 витамин тапшылығының басқа белгілері: ентігу, әлсіздік, тұрақты бас ауруы, бозарған тері, кардиопалмус, тәбеттің болмауы және салмақ жоғалту. B12 витаминінің негізгі қоры бауырда сақталады. Оның асқазан ішек жолында темірдің сіңуіне қатысуы маңызды және оның жетіспеушілігі темір тапшылығы мен темір тапшылығы анемиясының дамуына ықпал етеді дейді мамандар. Ал сізде осындай проблема бар ма? Бұл жайлы не дейсіз? Төменде өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз.